өткен Отан соғысының қатысып сол жерде шәйіт болған осы Беглан атаның Рамазан атаға бағыштап отырған осы үлкен құрамына қатысып отырмыз. Барлықтарыңызға біріншіден мына орталық мемлекеттік архив бұл 16 ғасырдан бері қарайғы бүкіл қазақ халқының тарихын сақтап отырған үлкен архив Орынбор қаласында құрылған болатын. Осының негізінде өздеріңіз білесіздер, мен жаңа орталық мемлекеттік архивке 104 жыл, 100 жылдығына кітап шығарған болатынбыз. Автор ретінде мен жаңа бір кітапты табыстадым. Сол кітаптың ішіне біз кеңес үкіметінің алдындағы большевиктердің алғашқы сатысында тұрған Амангелді атамыз, 16 жылғы ұлт азаттық көтеріліске қатысқан Амангелді атамыздың өзінің қолтаңбасы қойылған құжатты біз енгізіп, сол кітапты ағаға біз табыстадық. Сонымен қатар 16 жылғы көтеріліске қатысты кітап шығарған болатынмын. Соның басты автор ретінде ол кітапты да сізге ұсындым. Бұл кітаптардың ерекшелігі қазақ халқының тарихына қатысты барлық деректер, оның ішінде жеке тұлғаларға қатысты да деректердің енгізілгенін айтқым келіп отыр. Ал енді бүгінгі шара бұл негізінен батырлардың ұрпағына арналып отыр деп мен өзім есептеймін. Сіздерді құрметтей отырып, осы сіздердің асқа беріп ата-бабаларыңызға құрмет көрсетіп отырған шараларыңызға қатысуға келіп отырмыз. Сіздерге, ағайындардың барлығына да біріншіден айтарым, әрқашанда денсаулықтарыңыз мықты болсын. Қазақ елінің іргесін аталарыңыз